Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін суық мезгілдерінде витаминге бай шырынды, тәбетті ашатын орам жапырақтан орама жасайтын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Ең алдымен бізге 2 орам жапырақ қажет. Орам жапырақтардың орталарын алып тастап, суға салып, үстіне 2 ас қасық тұзымызды салып, 1 сағат көлемінде баяу отта қайнатамыз. Келесіде 1,5 кг сәбізді үккіштен қысқа қылдырып өткіземіз. Бізге сонымен қатар 3 бас чеснок қажет. Чесноктарымызды үккіштен өткізіп, сәбіздің үстіне саламыз. Сәбізге арналған дәмдеуіштерімізді саламыз. Bir ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, жарты шай қасық кориандр, жарты шай қасық қызыл бұрыш қосамыз. Шұңғыл ыдысқа 1,5 стакан сұйық май құйып, қатты қыздырамыз. Қыздырылған майды салаттың үстінен құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын, 1 сағаттай тоңастамыз. Суыған орам жапырақтардың жапырақтарын тарамдап, ақырындап аламыз. Салмамызды осылай салып, 2 жағын бүгіп, конверт қылдырып ораймыз. Орам жапырақтың қатты жерлерін алып тастасаңыздар болады. Осындай кезекпен барлығын орап, шұңғыл ыдысқа тізіп шығамыз. Салаттан қалған шырынды ыдысымызға құйып алып, үстінен 4 стакан қайнаған суымызды құямыз. Дәміне қарай қантты, тұзды және лавр жапырағын қосып, шырынымызды қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 1 ас қасық 70% уксусты үстінен құйып араластырып, салаттың үстінен құямыз.
және үстінен осылай салмақ қойып бір күнге қалдырамыз. Біздің салатымыз дайын. Салқын жерде сақтап, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті сақтап алып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.